саламатсыздар ма? Егер де сіз жұмыссыз болған жағдайда, жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасына жұмыссыздыққа тіркелуге құқылысыз. Және жұмыссыз ретінде тіркелген жағдайда, біріншіден, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мәртебеңіз сақтандырылған болады. Екіншіден, өз мамандығыңызбен жұмысқа тұруға мүмкіндігіңіз бар. Үшіншіден, мамандығыңыз болмаған жағдайда қысқа мерзімде оқып, мамандық иесі бола аласыз, және сол жаңа мамандығыңызбен жұмысқа тұруға жағдай жасалынады. Төртіншіден, сіз өзіңіздің кәсібіңізді ашып, жұмыс жасауыңызға ықпал етіледі. Міндетті әлеуметтік медициналық жүйесінде сақтандырылған азамат Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент және тағы басқа облыстарда кез келген ауруханада жоспарлы түрде жоғары технологиялық, қымбат және тағы басқа медициналық көмектерді тегін алатынын назарларыңызға сала кетейік. Сұрақтарыңыз болған жағдайда кол орталық 1406-ға хабарлассаңыздар болады. Аталған мүмкіндіктер сіздердің игілігіңіз үшін екенін ескергендеріңіз жөн.